жарайды, имам не істеп қойды, не болды соншалықты айтатындай? Бірден оның телефонды алып алып, міне имамдар. Мен бір өңірде көрдім, мешіт болған екен, енді қоғамдық бәрімізге ортақ мәселе ғой мешіт. Кіргенде осы мана кілем бар ғой, кілем. Осы жай намаздардың анау бұрыштары бүйтіп кішкене жиналып қалған. Сондай жерлердің бәрін іліп алып түсірген ғой анау телефонға. Бір бауырымыз бір өңірде, қайда екенін айтпай ақ қояйын. Сөйтеді жаңа жарты бас, сонымен тоқтамай барып шіркеу түсірген ғой. Сөйтеді өзінің несін айтып жатыр енді. Міне дейді, мұсылмандардың мешіттің түрін қара дейді, имам қайда қарап отыр дейді. Міне кәпірлер болса да ана қауымдар дейді, шіркеуді қара дейді ғой. Кәдімгі тиянақты бәрі дейді. Негізінде керісінше болу керек, ой жіберген ғой ана кісі. Ана естігеннен кейін біз айттық, сен басың жұмыс істей ма? Сен не айтып тұрсың жерде? Мешітте имам үйі ма не бұл не? Кім айтса мешіт имам қарау керек деген? Оны қайдан алдың сен? Имамның қызметін айтайын саған, мешітте ол имамның ағартушы ғана жұмыс атқарады. Егер намазға өтпей жатса айтсаң болады. Имам қайда мына жақта? Кім өтеді арамызда имамдыққа? Анау кеше өтті де намазда қайда қателесіп, намазымызды бір оқығаннан 3 мәрте оқыдық. Имам қайда? Онда сенікі дұрыс. Жұмаға келдік, имам жоқ. Имам қайда? Ол дұрыс та, хаққысын сұрап жатыр. А бірақ келіп алып, ана жер мынандай, мына жер дейтін болсақ, бауырым қателесесің деймін, ол сенің де міндетің деймін. Ол сенің де міндетің. Алла Тағала сен көзінен көрсетіп қойыпты ғой мына жердің қисайып тұрғанын. Торлап кетпейсің ба? Сауап болады ғой, субханалла. Оны неғып жырғып тұрсың деймін да. Ал пайғамбардың заманындағы мешітке келетін болсақ, оны сахабалар еттеп жүретін болған.